Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрылыстық сызбалардың негізгі ерекшеліктері. Балалар, сендер білесіңдер ме? Ғимаратты немесе құрылысты салу үшін алдымен оның жұмыстық сызбаларын жасайды. Тура мына суретте көрсеткендей тұрғын үйдің құрылымдық сызбасын жасайды. Ал машина жасау саласында да сол сияқты құрылыстық типті қосылыстар мен стандартты тетіктерді кеңінен қолданады. Оларға әдетте сызбалар жасамайды. Неге? Себебі олар арнайы альбомдар мен каталогтардан танысуға болады. Құрылыстық және машина жасау саласында сызбалардың орындалуы мен безендірілуі көп жағдайларда бірдей болып келеді. Алайда құрылыстық сызбалардың бірқатар өзіндік ерекшеліктері бар. Құрылыстық сызбалардағы негізгі кескіндер ол үш түрмен бөлінеді: қасбет, жоспар, тілік. Қасбет ол ғимараттардың сыртқы қабырғаларының кескіні. Қасбетте терезелер мен есіктердің орналасуы, сондай-ақ ғимараттардың сәулеттік бөліктері көрсетіледі. Бұл кескіндерде әдетте биіктік белгілер мен басқа да өлшемдер қойылмайды. Белгі деп нөлдік жазықтықтың үстіндегі горизонтал жазықтықтың биіктігін айтамыз. Нөлдік белгі ретінде бірінші қабат еденінің деңгейі қабылданады. Белгінің таңбасы ол метрмен көрсетіледі. Сандар шығару сызықтарының үстінде жазылынады. Бұл сан көрсетілгенде деңгей нөлдік белгіден қаншалықты жоғары немесе төмен тұрғанын көрсетеді. Жоспар ол ғимараттың жоспары деп терезелердің астыңғы жағынан сәл төмен горизонтал жазықтықпен қиылған тілікті айтады. Жоспарда балалар, ол жоспарда бөлмелердің сонының ішінде баспалдақ алаңының терезелер мен есіктердің орналасулары, сыртқы және ішкі бөлмелердің қабырғаларының қалыңдығы мен бағандар орналасуы мен өлшемдерін көрсетеді. Сондай-ақ санитарлық техникалық жабдықтардың кескіндері түсіріледі. Ғимараттың ұзындығы мен ені, қабырғалар мен бағандар осьтерінің арақашықтығы, ойықтар мен жартылай қабырғалардың өлшемдері жоспарға кіргізіледі. Сонымен қатар балалар, бірге бөлмелердің ауданы квадрат метрі сызылған сандармен көрсетіледі. Ғимарат үшін негізгі болып табылатын материалдық жағдай қабырғалардың қималарын штрихтамауға болады. Басқа материалдардан жасалынған жекелердің бөліктерді штрихтаумен ерекшелейді. Ғимараттың жоғарыдан қарағандағы түрі шатырдың жоспары болып табылады. Балалар, тілік ғимараттың конструкциясын және қабаттарының биіктігін айқындау үшін қажет. Тілікті біз оны әдетте терезелік және есіктік ойықтар бойынша вертикаль өтетін қиюшы жазықтықтардың көмегімен алады. Тіліктерді белгілер түсіреді. Қасбеттің және жоспардың үстіне кейде қасбет немесе бірінші қабаттың жоспары тәрізді жазуларды кездестіреміз. Балалар, құрылыстық сызбалардағы өлшемдік сызықтарды оларға 45 градус бұрышпен көлбеулетілген қысқа штрихтармен шектейді. Құрылыстық сызбаларда белгіленетін басқа өлшемдерді миллиметрмен, ал кейде ғимарат сызықтарында сантиметрмен көрсетеді. Жоспарда өлшемдерді сыртқы жағынан түсіреді. Көршілес осьтердің әрбір жұбының арасында әдетте өлшемдерді тұйық тізбекпен түсіреді, ал жалпы өлшемде шеткі осьтердің арасына жазады. Сонымен қатар ішкі бөлмелердің ауданының цифрларын астын жіңішке сызықпен сызып, квадраттық метрлермен көрсетеді. Балалар, бұл суретте ғимараттың тіліктері мен жоспарындағы терезелік есіктік ойықтықтардың шартты графикалық белгілері мен көрнекі кескіндері келтірілген. Көріп отырғандарындай тіліктерде қабырғалардың тұтас негізгі сызықтармен, терезелік ойықтарды тұтас жіңішке сызықтармен кескіндеген. Есіктік ойықтықтардың орнында жоспарда сызықтарды жүргізбейді, бірақ та есіктің тақтасын және ашылу бағытын көрсетеді. Вертикаль тілдерде есіктік ойықтықтар бар жерлерде жіңішке сызықтар түсіреді. Жіңішке ирек сызықтармен қабырғаны үзгенін көрсетеді. Суретте балалар тілікте терезелік ойықтықтарды белгіленуін көрсеткен вертикаль тіліктер, горизонталь тіліктер және есіктегі ойықтықтардың жоспарда белгіленуі. Мынау біртұтас есіктер, мынау жарма есіктерді көрсеткен.
Балалар, енді қималарда материалдардың графикалық белгіленуіне назар аударайық. Бұл суретте стандартпен тағайындалған материалдардың қималардағы кейбір графикалық белгіленулері көрсетілген. Құрылыстық сызбалардағы шағын ауданды қималарда кез келген материалды металл сияқты белгілеуге немесе тіпті белгілеуді қолданбай, сызбаның шеткі алаңда түсініктемелік жазу келтіру арқылы көрсетуге рұқсат етілген. Көріп тұрғандарындай, қимада материалдардың графикалық белгіленуін көрсеткен. Металлды міне былай белгілейді, және тасты, табиғи тасты, керамиканы, бетонды, стеклоны осылай белгілейді. Бұнда өруге арналған қыш немесе силикатты материалдарды былай белгілейді. Табиғи топырақ бейнеленген. Міне балалар осы кестедегідей, суреттегідей көрсеткен. Жылыту және санитарлық құрылғылар. Бұнда балалар санитарлық техникалық жабдықтардың түсіндірме жазуларымен сәйкес шартты белгілерін көрсеткен. Түтін шығару жолдарын жоспарда тікбұрыштармен белгілейді. Диагонал бойынша олардың жартысын қарайтады, желдету арналарында бұл жартысын қарайтпайды. Қатты отын жағылатын пешті тіктөртбұрыш түрінде кескіндейді. Ал сызықшамен отын жағатын орынды көрсетеді. Газ жағылатын пешті диагоналы бар тіктөртбұрышпен кескіндейді. Плитаны да тіктөртбұрышпен, бірақ екі дөңгелекше салып кескіндейді. Шартты кескіндердің бәрін жіңішке сызықтармен бастыра жүргізеді. Оларды берілген сызба үшін қабылданған масштабпен орындайды. Сонымен қатар құрылыстық сызбаларда кішірейту масштабтарын қолданады. Ал шағын ғимараттар үшін, қасбеттер үшін масштабтар қолданылады. Бұл қасбетте сәулеттік элементтерді айқындауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар әртүрлі кескіндердің масштабтары әртүрлі болғандықтан, олардың масштабтарын қастарына жазып көрсетіп қояды. Балалар, бүгін мен сендерге құрылыстық сызбалардың негізгі ерекшеліктері тақырыбын өттім. Сендерге мен үйге тапсырма, жалпы құрылыстық сызбаларды оқып келуді тапсырамын. Және сонымен қатар қосымша ізденіп келулеріңізді сұраймын. Келесі сабақта жүздескенше қош сау болыңдар.